Ихсан – рухани тәрбие негізі. Ихсан – рухани ілім. Хазіреті Умар, Алла оған разы болсын, мынадай оқиғаны баяндайды. Бірде сахабалармен отырған пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ақ киім киген жолаушы кейпінде бір кісі келіп, көпшіліктің көзінше: «О Мұхаммед, ислам дегеніміз не?» деп сұрады. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Ислам Алладан басқа құдайдың жоқ екеніне, Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазан айында ораза ұстау, шамасы келсе қажылыққа бару» деп жауап берді. Әлгі кісі мұны естігенде: «Рас айтасың» деді. Сөзін ары қарай жалғап: «Иман дегеніміз не?» деп сұрады. Мұхаммед пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Аллаға, оның періштелері мен кітаптарына, пайғамбарларына және ақырет күніне, тағдырдың жақсысы мен жаманына және өлгеннен кейін қайта тірілуге сену деді. Әлгі жолаушы тағы да: «Рас айтасың, ал ихсан деген не?» деп сұрады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Ихсан Аллаға оны көріп тұрғаныңдай құлшылық етуің. Егер сен оны көрмесең де, ол сені күмәнсіз көруде деген сезімде болу» деді. «Қиямет қашан болады?» деді жолаушы тағы да. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Сұралған адам сұраушыдан артық білмейді» деді. Әлгі кісі: «Оның белгілерін айтшы» деді. Ол: «Күңнен қожайын туады, сен жалаңаяқ кедейлердің биік үйлер салғанын көресің» деп ақырет күннің белгілерін айтып берді. Жолаушы кеткеннен кейін аз уақыт өткен соң пайғамбарымыз: «О Омар, сен әлгі кісінің кім екенін білесің бе?» деді. Омар, Алла оған разы болсын: «Алла және оның елшісі жақсырақ біледі» деп жауап бердім дейді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Шын мәнінде ол сендерге діндеріңді үйретуге келген Жәбірейіл періште болатын» деп мәселенің мән-жайын түсіндірген еді. Бұл хадистің тағылымы терең. Иман, құлшылық және ихсан мәселесі қозғалады. Ихсан — Алла сені бақылап тұрғанын, сен қай уақытта болсын оның назарында тұратыныңды бір сәт естен шығармау. Міне, иман мен құлшылықтың ләззатын сезіну үшін әуелі адам бойынан ихсан көрініс беру керек. Ихсан иман мен құлшылықты байланыстырып, ішкі жан дүниені тәрбиелейтін, байытатын рухани ілім.